Балапаным, бүгін ауа райы сондай тамаша. Бір-екі күнде мына тары қапастан да шығамыз. Әкең, мен, сен, үшеуміз бірге саябақта серуендейтін боламыз. Тек аз ғана шыдашы, әкең бізді бір-екі күнде алып кетеді. Жарай ма? Жаным, менің қызым, сен менің барымсың. Қызым, неге денең суып кеткен? Неге қозғалмай жатсың? Медбике! Медбике! Не болды? Қараңызшы, денесі суып кеткен. Ол тіпті жылаған да Соны маған беріңіз. Бәрі жақсы болады, соны маған беріңіз. Мен сізге аман-есен алып келіп беремін. Сен тоқтаңыз. Тоқта! Баламды, арыстанымды алып кеткен сен емес пе? Жоқ, мен саған баламды бермеймін. Жоқ, сабыр сақтаңыз. Жолама! Сабыр сақтаңыз. Жолама! Сіз маған баланы беруіңіз керек. Ол алып кетеді бізді, жолама! Сабырға келіңіз, сіз маған баланы беруіңіз керек. Жоқ, жоқ. Жанна, не болып қалды? Не болды, Жанна? Сабыр сақташы. Не болды? Олар біздің баламызды алып кетпекші. Барлығы Кішкентай жақсы ғана болады. бейкүнә сәбиімізді арыстанды да өлтірген Жанна, осылар. сабыр сақта. Барлығы жақсы болады. Мен саған уәде беремін. Медбике кешірім сұраймын. Оның жағдайын түсініп тұрған шығарсыз. Ол ғана екі баладан айырылған оңай емес. Оның жағдайын түсінеміз. Иә, мен сіздердің жағдайларыңызды жақсы түсініп тұрмын. Бүгінгі күні семей полигонының кесірінен көп әйелдер осындай жағдайға душар болуда. Ең дұрысы сіз оны сабырға шақырып, баланы маған әкеліп беріңіз. Иә, жарайды. Жанна, мен түсінші. Баланы сен қазір маған беріп, мен оның туыстарыма барып емдетуге беремін. Бала қандай жағдайда болмаса да тірі қалады. Мен саған сөз беремін. Сен неге бізді түсінбейсің? Жанна, сабыр сақташы өтініш. Олар арыстанды өлтірген жоқ. Тағы Дәл сол сияқты қызымызды да өлтірсең не істейсің? Сен жай ғана әкесің. Жанна, Ал ана жүрегім білесің бе қалай қатты ауырады. Сен мені түсіне алмайсың. Сен ол қалайды емессің. Жолама бізге, жолама! жетер енді. Маған оңай дейсің бе? Мен де сен сияқты екі баладан айырылып отқан жоқпын ба? Медбике! Жылап